Айтайын дегенім, аялдар көбінше күйелерге зұлым қылып қойды. Еркек айта албайды аны. Өзінің атасы, апасы, бір туғандар үй майран болып кетеді. Салаттар ашылып, бекіткендері шығып, дастархандар толып, үйлер дауыра бөлөкчө болып кетеді. Өзінің жұрт қай түркіндері келсе. Анан сен атаң мен апаң келгенде қатықтандар тұрып қалады, варене түгеніп қалған болады, аялың көңіл ашылбайды, үстелде тық-тық деп қалған болады, тамағын тұзы деле жоқ. Конфет деле көрінбейді, баласын ұрып атқан, ауыра өлген болады. Айтайын десең, сен майдасың, сен киришесің дейді. Болған ұшы дейді. Өзінің ата-енесі келсе, жоқтың барын шығарады. Өзі де оңға açылып кетеді. Шайыры болып, сүйлеп, аны мұны қылып, кішіне екі картошканың башын қош табақ қылып жібереді. Сен екі кез ет жоқ етап кел деп, барсаң отыр өреді. Үйде көп еттің бар болса, ата-енесі таңдап жамбас